сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі құрақ құрайтын боламыз. Бізге құрағымызға қажетті маталардың көлемінің барлығы 10-10. Бізге жасыл матамыздан 2 штук, және де көк матамыздан 4 штук, және де қызыл матамыздан 6 штук, розовый матамыздан 1 штук, және де ақ матамыздан 12 штук қажет болады. Қарап отырсаңыздар, мына жерде қызыл мен мынау розовый мата, екеуі екі түрлі мата. Мына розовыйдың орнына басқа мата алсаңыздар да болады. Менде тек осындай түстер болғасын, осындай қылып алдым. Және де бұл айтылған барлық өлшем бірліктер, яғни бұл тек бір блокқа қажетті ғана өлшемдер, яғни жаңағыда төменде жазылған жақшаның ішіндегі сандар, ол общий, яғни барлық 4 блокқа қажетті өлшем, ал жақшаның ішіндегі емес өлшем, ол яғни бір блокқа қажетті өлшем. Мен сіздерге қазір бір блок көрсетемін құрап, дәл осындай қылып біз 4 блок құрауымыз қажет. Сол 4 блоктан біз үлкен құрақ шығаратын боламыз. Ең алдымен видеода қарап тұрғандарыңыздай дәл осылай орналастырып аламыз. Мінекей, осылай барлығын қойып, бірінші осылай орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін артық қалған маталарымызды дәл осылай бүктеп, өтекпен бастырып алатын боламыз. Мінекей, өтекпен бастырып алдық. Енді осы өтекпен бастырылған үшбұрыш қылып бастырылған маталарымызды қоямыз. Мынау бірінші қойып жатқан бізде розовый матамыз. Қалған мінекей ақ матамызды қоямыз. Көк матамызды қойдық. Мінекей, дәл осылай ақ матамызды да қоямыз. Мінекей, аққа көкті қойып жатырмыз. Және де қызылымызды аққа қоямыз. Дәл осылай қойып, енді осылардың орталарын біріктіріп шығатын боламыз. Біріктіру үшін ең алдымен мінекей осы үшбұрыштарымызды төртбұрыштарға тігіп алатын боламыз. Тігіп алғаннан кейін барып бір-біріне біріктіріп тігеміз. Асықпай, менің қалай біріктіргенімді қарап шықсаңыздар болады. Құрағымызды біріктіріп жатқан тұста мен тағы да ескертіп айта кетейін, шатаспас үшін, яғни мен сіздерге айтқан сандар, яғни өлшем бірліктер мен сандар, бұл тек бір блокқа қана қажетті сандар. Ал жақшаның ішінде жазылған басындағы ол 4 блокқа да қажетті өлшем бірліктер мен сандар.
Мінекей біз барлығын біріктіріп алдық, және де біз қарап тұрсаңыздар, дәл осындай мінекей қалташа сияқты шығып тұр үшбұрыштарымыз. Яғни осыларды мінекей видеода көрсеткенде етіп бүкілін тігіп шығатын боламыз. Ең алдымен өйстіп осылай булавкамен түйреп алсаңыздар болады, немесе сразу тіксеңіздер болады. Мінекей сіздерге түйреп көрсетіп жатырмын. Барлық осындай қосылған үшбұрыштарымызды, яғни қалташаларымызды осылай қайырып тігетін боламыз. Сіздер әр цвет, мысалға көкке көк, қызылға қызыл, аққа ақ қылып тіксеңіздер болады. Жіптеріңізді ауыстырып отырып, мен сіздерге көрінсін деп бордовый жіппен тігіп жатырмын. Сіздерге бәрі түсінікті болсын деп. Мінекей біздің блогымыз дайын. Дәл осындай бізге 4 блок қажет болады. Енді осы 4 блогымызды бір-біріне біріктіретін боламыз. Мына жерде менде үлкен болғаннан кейін столымның бетіне сыймай тұр. Яғни машинамның столының бетіне. Сондықтан сіздерге дәл осылай көрсетемін. Дәл осылай ортасын тігесіздер екеуінің де. Екі-екіден, және де сол екеуін біріктіретін боласыздар. Мінекей осылай біріктіріп аласыздар тігіп. Тігу барысында бәрі түсінікті болады. Тігіп болғаннан кейін міндетті түрде тігістерін өтекпен бастыратын боламыз. Сол кезде құрағымыз әдемі болып шығатын болады. Мінекей біздің құрағымыз дайын болды. Бұның көлемі 70-70 болып шықты. Өте әдемі болып шықты құрағымыз. Жаңа айтқанымдай, жіптерін ауыстырсаңыздар болады. Әр қайсының цветіне қарай. Мінекей 4 блокты біріктірген жеріміз 4 блоктан осындай әдемі құрақ шықты. Егер менің құрағым ұнаса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.